Алматы облысы, Талдықорған қаласы, нөмір 2 орта мектептің тарих пәнінің оқытушысы Иманалинова Гүлсім Рахметолдақызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сақтар туралы тарихи мәліметтер. Зерттеу сұрағы: қандай дереккөздер сақтар туралы мәлімет береді? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты келесідей. Біріншіден, картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету. Екіншіден, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Бұл сабақта біз сақ тайпаларына қатысты дереккөздер туралы білеміз, және де сақ тайпаларының қоныстануы туралы кеңірек мәлімет ала аламыз. Ал балалар, өткен тақырыпты қайталау үшін learning apps ойынын ойнайық. Берілген сұрақтарға назар аударыңыздар. Сақтар туралы жазба деректерді неше топқа бөлеміз? Белгілі грек тарихшысы Геродоттың еңбегін анықтаңыз. Белгілі грек географы Страбонның еңбегін атаңыз. Сақтар туралы мәлімет қай ел тарихшыларының еңбектерінде кездеседі? Жақсы балалар, берілген сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер деген ойдамын. Енді балалар, картаға назар аударайық. Жалпы сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Қазақстан территориясын мекендеген, темір дәуіріндегі өмір сүрген ежелгі тайпа. Сақтар туралы негізгі жазба деректерді біз екі топқа бөлеміз. Бұл бірінші грек авторларының жазба деректерінде, екіншісі парсы жазба деректерінде. Парсы жазба деректерінде сақтардың негізгі 3 тобы аталады. Бұл Тиграхауда, Парадарая және де Халмаварга. Тиграхауда, яғни бұл шошақ бөрік киетін сақтар, негізгі мекендері Сырдарияның орта ағысы Тянь-Шань, Жетісу. Ал Парадарая, яғни теңіздің арғы жағындағы сақтар, негізгі мекендері Қара теңіздің солтүстігі, Арал теңізінің маңында. Ал Халмаварга, Хаома сусын дайындайтын сақтар, негізгі мекендері Мұрғап аңғары болып есептелінеді. Сонымен қатар сақтардың құрамына басқа да тайпалар Аримаск, Аргипи, Исидон, Дай, Аргипи, Исидон сияқты тайпалар құрамына кірген болатын. Сақтардың қоғамына 3 негізгі әлеуметтік топ кірген болатын. Яғни бұл абыздар, жауынгерлер, малшылар мен егіншілер. Және аталған әлеуметтік топ бір-бірімен киімдерінің түстері бойынша ерекшеленді. Мәселен, абыздар ақ түсті киім киді, олар ерекше бас киіммен ағаш тостағанмен ерекшеленді. Ал жауынгерлер болса қызыл, сары, қызыл түс киім киіп, үнді Иран тілінде оларды ратаиштер деп атаған екен. Ал малшылар мен егіншілер сары немесе көк түсті киім киген, оларды сегіз аяқтылар деп атаған екен. Сақтар қоғамда жоғарғы билеуші титул бұл патша. Патша соғыс пен бейбітшілік мәселелерді шешті, келісімдер жасасты, елшілерді тағайындап әскерді басқарған болатын. Сонымен қатар сақтар Ираннан бастап Жерорта теңізіне дейінгі аралықтағы елдерге жорық жасады. Мәселен, Парсы патшасы Кир біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы сақтарға қарсы жорық жасады. Кир шапқыншылығы кезінде сақтардың патшасы қайтыс болып, күйеуінің орнына әйгілі ата аңызға айналған Томирис билік жүргізген болатын. Белгілі Тұмар патшайым шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 570-520 жылдар аралығында билік жүргізген болатын. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты пысықтау үшін ойынға кезек берейік. Кім жылдам ойынын ойнайық? Берілген сұрақтарға назар аударыңыздар. Сақ жеріне Кир бастаған парсы әскерлерін басып кірген уақыты? Дұрыс айтасыздар балалар, бұл біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы орын алған болатын. Келесі сұрақ: сақтар қандай тайпалық одақтардан тұрды? Дұрыс айтасыздар балалар. Сақтар негізінен 3 жаңағы берілген топтарға бөлінген. Бұл Массагет, Исидон, Алан сияқты тайпалық одақтарға бірікті. Келесі сұрақ: парсы жазбаларында Жетісу, Сырдарияның орта ағысын мекендеген сақтар? Дұрыс жауап беріңіздер балалар. Сақ Тиграхауда сақтары. Келесі: Тиграхауда сақтардың қоныстанған негізгі аумағы балалар? Дұрыс жауап беріңіздер. Оңтүстік Қазақстан аймағын мекендеген болатын. Келесі: сақ қоғамдағы адамдар тобы нешеге бөлінді? Балалар, дұрыс жауап беріңіздер. 3 негізгі топқа жіктелген болатын. Жарайсыздар балалар, берілген сұрақтарға дұрыс жауап беріңіздер. Келесі ойын ойлан тап деп аталады. Берілген сөздерді, шашырап жатқан сөздерден сіздер сөйлем құрастыруларыңыз керек. Берілген сөздерді тексеру үшін, дұрыс жауаппен тексеру үшін берілген дұрыс жауапты қарап алыңыздар. Келесі балалар, семантикалық карта деп аталады. Берілген кестедегі сұрақтарға жауап беру үшін сіздер плюс таңбасын қоюларыңыз керек. Дұрыс жауап беріңіздер деген ойдамын. Берілген кестедегі дұрыс жауапты сәйкестендіріп тексеріп алыңыздар. Дұрыс балалар, келесі ойын сәйкестендіру деп аталады. Берілген кестедегі тарихшыларды олардың жазып кеткен жазба деректерімен сәйкестендіресіздер. Дұрыс жауапты тексеру үшін балалар, берілген жауапты тексеріңіздер. Жақсы, жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін балалар, біз бүгінгі сабақта балалар
көптеген мәліметтер алдық деген ойдамын. Яғни біз сақ тайпаларына қатысты дереккөздер туралы білдік, сақ тайпаларының қоныстануы туралы білдік және сақ қоғамымен кеңірек таныстық. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.